тең-теңімен тезек қабымен болған жақсы болады. Өлген адам түсінде көрсе не болады? Құран оқып бата қыл, сол болады. Той деген дұрыс па? Той деген жақсы вәлима болу керек, бірақ той шекпен болу керек. Біздің тойлардың құрап, шығару, өзі кредит қылсың. Тағы да дайшы қарызға тұғу, әшейін далбасылаған нәрсе. Бәрі мақтайды, тамақ жейді, тез алады. Екі ауыз өтірік мақтағанға сен мәзсің, өтірік болғанға сен болмас. Үйде ештеңе жоқ. Бірін өтірік ғана өжеді, басқа ештеңе жоқ. Күйеуіме қосылайын десем, бұрынғы күйеуіме қосылсын, ата-анем қарсы, қосыл. Қарындасым қосыл. Ата-анаң айта береді. Олар өздері үлкен кісілер, олардың өміріне Құдай береке берсін, сен қосылып ал. Егер ол алық алам деп атса, алам десе көзің жұмда қосылып ал жаным. Үйренген жау атысқан оңай. Жиренше атамыздың әйелі қайтыс болады, қарашаш анамыз. Содан жасы келіп, 50-дің үстіне шығып қайтыс болады. Сонда үйленбейсіз бе деп бәрі келіп көңіл айтқан кезде, жыл өтіп кетеді, 2 жыл өтіп кетеді. Үйленсеңші енді дегенде айтқан сөзі бар. Түнде 4-еуміз, күндіз 2-еуміз. Таң атқанда қарасам, қайта боламыз 2-еуміз дейді. Сонда қалай деп сұраған кезде, түнде мынау өзінің шалын, енді екінші күйеуге шықты, ол бірінші күйеуін ойлап жатады екен. Мынандай болып өтті. Мынау жатады екен, баяғы кемпір. Сонда 4-еу болады. Ертеңінде оянып қараса, қайтадан екен. Жаным, анау қазақ дұрыс айтқан ғой, барда елімізде барлық халықта бар жақсы бата бар ғой. Қосағар дейді. Құдай қосқанымен қосағартсын жандарым. Енді өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Кейін үйленеді, ажырасады, әртүрлі жағдайлар өмір болғаннан кейін болады. Бірақ қалай болғанда да соны ұстап қалуға тырысыңыздар, ардақтылар. Маған да күйеу ұрып көп қол жұмсады. Өзім аяғым ауыр, талай ұрып келді. Енді өзгереме, ол маған сенбейді дейді. Жоқ, аты жоқ, жөні жоқ, ұрса сені. Үйге кіре бергеннен ұрып, жағыңды айырып, құлағыңды майыстырып, сені подножкаға құлатып, жерге жығып алып, армрестингқа салып, бычытыңды шығарып жатса, тағы да айтамын, біз зайырлы мемлекетпіз. Милиция ойбай деп терезеден айқайласаң, милиция жүгіріп келеді өзі. Келеді болды, несін бүкіл әлемге айтып. Өздеріңіз ажырасқыларыңыз келмейді. Өздеріңізге ұнайтын шығар сол. Содан кейін оны бүкіл әлемге несін айтасыздар? Абыройыңыз төгіп. Өзің абыройың төгіп жатсың, мен ешкім ештеңе етпейді. Бүкіл ел қарап жатыр сені. Несін жазасың оны? Айттың ба, онда шара қолдан. Айтпаса айтпаңыздар. Ол болмайтын дүние. Өздеріңіз сонымен жатасың. Түнде ертеңінде таңға бірге оянасың. Сол ол жұмысқа шығарып саласында күйеуіңді маған жамандайсың. Не істеймін мен енді? Басқа запасной күйеу жоқ. Ондай нәрсе. Не болды? Кім керек сізге? Не дейді? МВД-мен біріккен ұлттардың атынан кетіп тұрмыз. Хатымыз бар еді. Қашанға? 28-і. Жұма. Жұма күні шығармаймын. Жұма намаз. Намаз тастап, 4 адамға барамаймыз. Мейлі вообще деген, намаз тастаймаймыз деген. Алланың әмірі парыз. Басқа күн болса проблема жоқ. Күнді ауыстырсақ болады екен? Ауыстырыңыз. А сіз келесіз баға? Мен барым керек пе, обязательно? Иә, біз водный чай сәтіп береміз. Қайда екен жазыпты ғой? Бұл немен келген ғой? Сіздер не өткізейін деп жатсыздар осыған? Дөңгелек стол? Да. Все понятно, хорошо. Басқа күні қоя беріңіздер, барам. Қай күні аға сізге ыңғайлы точно? Қай числода өткізу керек? Негізі өзінің өтетін күні 30, бірақ ол воскресенье. Давайте өткізіңіз. Не өткізіңіз? Депутат, да, они не работают. Прокуратура, депутаты, там же участники. Депутаттар айтады. В каникулах, но он придет. Демалыс жүру? Да, но он придет. А вот эти воскресенье ЦК не работают. Да, мы же будем в Казмеде в центре проводить. Там что ли? Да. Ну, хорошо, отзвонитесь там, балларға жатыңыздар, мен барам. Хорошо, мы согласуем тогда подать. Согласуйте, я. Если получится перенести, мы попробуем да. перенести. Перенесите, если получится, мен қатысамын. С кем переговорить? Ырымға сенуге бола ма? Я екенсіз. Ырымға сенуге бола ма? Қандай сұрағасыз? Ассалаумағалейкум. Ана не сізге жазасын екенсіз.
жаңа айттым ғой сізге қызыңыз оқып отырған Ай. сонысы номер алып қалған сіз Иә. қырқын өтсек деп едік. Saat нешеге? Сағат 12-де құралды ол. Айтам болсаңыз. Ана бәрі жазып қойды. Сізбен мен психолог жұмыс жылдай болды. Тікелей эфир өткізгім келеді. Әйелдерге қатысты. Уақытыңыз Тікелей эфирге шығамайын. Телефоныңыз қандай? 718-107-19. Жасын ойласып қойын бұл нәрсені айтамыз. Ырымға сенуге бола ма? Ырым егер шариғатта негізі болса сенуге болады, егер түбінде шариғаттың түбінде негізі болмаса сенуге болмайды. Мысалы, белің таянба деген сияқты ырымдар бұл біздің дәстүрімізге сай, үлкендерді құрметтеуге сай, тәлім-тәрбиеге сай дүниелер. Сондықтан бұл нәрсені болуы жақсы нәрсе. Ал енді бір пайдасы жоқ, ешқандай бір қажеті жоқ ырымдар болады. Сол нәрселер жай елден қосылған. Жолың байлаған, енең оқытқан, бойыңа дуа сіңген дейді. Ой, аштыр, шыштыр дейді. Ойыңызды айтыңызшы дейді. Арайлым, әйтеуір бір енең бәле болды. Енең бәлесің, неге сен бәлесің, сен жасаған ене бәле болды ғой. Қой алтыным. Ешкімді оқытып олай жасамайды. Ол жақсы нәрсе емес. Сен өзі Құдай қосқан жарыңның анасына соншама дәрежеде, білмеймін, не істеу керек енді. Осыны сенің жолыңды ешкім аша алмайды. Вот қайда барсаң оған барсың. Алла ғана ашады жолды. Бір. Екіншіден, өзіңнің амалың ғана ашады. Сонда өйтіп тұр, Гарри Поттердің жаңағы таяғын алып тұр, бүйтіп жіберіп, сені ешкім шығарып ала алмайды, қарындасым. Сіз өз-өзіңізді тәрбиелеңіз. Ең дұрысы сол. Құран, ғибадат, намаз сізді тәрбиелейді, ардақтым. Оларға шаш өсіруге бола ма? Жақсы нәрсе емес. Бірақ өсірем десе, сондай бір ауыр күнә деп айтамаймыз. Мінез өзгере ме адамның? Әлбетте. Абай атамыз айтқан ғой, мінезі өзгермейді деп айтқан адамның дейді, билігім болса, тілін кесіп тастайтын дейді. Өзгереді, тәрбиеленеді. Қымыз жайлы не айтасыз? Жақсы, Алла шипа берсін, ем болсын ішіңіз, қазақтың, қырғыздың, Орта Азияның жақсы емдік сусына. Күйеуге тиерден алдын жігіт менен жолығып сөйлессе болу, сөйлесіш керек та. Кимге тиіп атқан білесің керек та, я. Білмейсің біз саған. Бары берме. Көріш керек. Хитпа дейді, көріш керек. Сөйлесіш керек. Сөйлескенде чоңдар отырыш керек. Ежелер, ата-енелер саға бүйтіп қарайды, сен де бүйтіп қарайсың, бүйтіп. Андан кейін бары жақсы супер болады бұйырса. Көздің астымен бүйтіп стірлет етіп қойсың болды. Қазақсыз ба дейді. Қара мысықты үйде асырап алсаға бола ма дейді. Болады. Фортқа келесіз ба дейді. Я. Иншалла. Құдай жол берсе барамыз сіздерге. Сіздердің облыстың әкімшілігі, жастар ісі басқармасы, жастар рухы партиясының, партиясының жастар рухы бөлімшесі көп еңбек жасап жатыр. Солар шақырып, осы біздің жастарымызға жақсы кездесу өткізіп беріңіз, жастардың көңілдегі сұрақтарына жауап беріңіз деп бұрын соңды ешкімге айтпай жүрген сөздерімізді жинап бүкіл облыстарды аралап, сіздермен кездесіп, біздің қателігіміз, мен сіздерден кешірім сұраймын. Біз баяғыдан баруымыз керек еді. Сіздерге алдыңызға баруымыз керек еді. Біз бармай қалдық. Біз мынау мешіттің ішінде отырып қалдық. Енді сол мынау TikTok деген шықты, Instagram деген шықты. Осыны пайдаланып сіздерге жеткізіп жатырмыз. Бұл аз болса тікелей де барамыз бұйырса. Соған келуге сіздердің облыстық әкімшілік, жастар ісі басқармасы көп еңбек сіңіріп, шақырып, қазақ айтпақшы билетімді алып беріп, сондай шақырып қызмет жасап жатыр. Ақтау, Атырау, барлық жерге шақырып жатыр. Иншалла барамыз. Тәңіршілерге көз қарасыңыз. Жалпы олар біздің мемлекеттің азаматы. Олармен жағаласып, төбелесіп, ерегісетін дүние емес. Адам бұған не қателеседі. Олардың, мен түсінем оларды ше. Ол
ұлтжандылықтың негізінен шыққан. Екіншіден, кейбір мұсылмандардың, кейбір қателескен адамдардың теріс оқылықтарын көріп, одан кейін өзінің сауаты, діндегі мұсылмандық сауаты кем болған соң, осы үш жағдайды көріп, одан кейін әділетсіздік жағдайымен, іштегі күйзеліс жағдайымен 4, содан кейін жалпы түсінбестік жағдайымен 5 жағдайды жинап отырып, бұлар сондай тәңіршілміз деп айтып жүрген содан шыққан дүние. Сондықтан да олар біздің мен бауырым, мен оларды соларды шақырып тура жолға келіп, ол мұсылмандар ана арабтардың шегіртке жегенін көріп, дастарханды басқандарды көріп, мұсылмандардың бәрі сондай. Жоқ, ондай емес. Олар адам, оларға еліктеудің жоқ. Имам бүйтті, имам да адам, ол да адам. Бізге Құдайға жығылу үшін иман бізге иман керек, жүректегі Аллаға сенім керек. Сондықтан да біреу бүйтсе бүйтіпті, ана сөйтсе өйтіпті, Меккеде сөйтіпті, бүйт, олар біз үшін жаңалық емес. Ондайдың талай өткен, талай өте береді де. Біз бір елміз, бір халықпыз. Абай атамыздың даналары, кешегі Машһүр Жүсіп, Шәкәрім аталарымыз, ұлыларымыздың барлығы осы ақ жолды ұстаған. Сондықтан Құдай дүниеден өткенімізше осы ақ жолымызды ұстап, осы жолды үлкен мирас қылуға Алла баршамызға нәсіп етсін. Біздің тегіміз түрік, дініміз ислам екенін бәріміз білуіміз керек. Біз арабтарға еліктемейміз. Тағы да айтамын, біз арабтарға еліктемейміз. Біз Аллаға, Құранға еліктейміз, пайғамбарға еліктейміз, Алланың елшісіне еліктейміз. Мәселе сода. Сондықтан аталарыңыздың аруағы риза болсын десеңіздер, осы ақ жолда жүріңіздер. Ең мағынасы сол. Әйтпесе не кітабы жоқ, арақ ішкіш, кешегі біреу сізге дінді үйретсе қалай болады жаным. Сондықтан бұл ғасырдан ғасырға өткен, ата-бабамыз көз жасын тоздырған сондай ұлы жолдағы біздің дініміз бар. Бұл Орта Азия халықтың барлығына тиесілі. Қазағымыз, қырғызымыз, өзбегіміз, ұйғырымыз бар. Барлығы ахли сунна жама адам ел боламыз. Индияға, Пакистанға, бар Құдай Сауд Арабияға демейміз. Біз олардың біздің мұсылман бауырлар болды. Семьяда, семьяларды идеал соншама. Барлығында проблема бар. Сонда әр жерде өзінің адамы қылдысы болады, аға болады, санамысыз болады. 5 саусақта тең емес. Мәселе сол. Қосылаяқтағы жастарға сай айналдым. Басқа жағымызды реттеп, сол Қосылаяққа мен бардым. Қостым, екеуі ағыз айттым, екі жастарға бір құрметтеуді айттым, жасты үйлендірдім, қидым. Әйтеуір қолынан келгенде Алла куә жасадым. Міне сол. Сонда оны жұқайтын нәрсе емес. Күйеуге тиелі қыздар іштесе болуы. Тиелі. Күйеуге тиелі іштесе болуы. Енді сөйлесіп көріш керек, чоңдар бар ғой. Ерге тисе, ері шешет, ері таған беріп атсайым не қылма керек. Білмеймін, сөйлесіп көріш керек, чоңдар бар, чоңдар сөйлесіп көргілі. Жігітімнің ата-бабасымен осы бастан танысып, үйлеріне спокойно барып жүремін. Дұрыс па дейді? Дұрыс емес, Мадинка. Бұл қазақшылықта да дұрыс емес, қырғызшылықта да дұрыс емес, дінде вообще дұрыс емес, сенікі вообще дұрыс емес істегенсің. Шаңырақты, бөтен біреудің шаңырағын қыз бала ешқашан аттамайды жаным. Дұрыс, біз современныймыз, современный, сол аяғың екі қабат болып қалып қалсаң, ол сөзде современный шығады. Барма, ертең бетіңе басады. Соның туысқандардың біреу айтады саған түбінде. Өзгеген ол, біздің баламыздың басын айландырып тиіп ағасы деп. Міне жерде отыр. Солардан сұрасаң, міне қазір айтып береді бәрі. Міне жерде отыр, үлкен кісілер отыр. Солар тыңдасаң айтып береді. Өзі тиіп аған, біздің баламыздың басын айландырып аған деп тұрып айтады бәрі. Қатырып тұрып айтып береді. Аттама жан. Сенің абыройың болсын десең, сені дәрежең болсын десең, аттама. Сені абыройымен үлпілдетіп тұрып, некеңді қиып тұрып, аппақ көйлегіңді кигізіп тұрып, адал төсекке, адал үйге, ақ үйге кіргізу керек. Сен оң аяғымен аттап кіру керексің. Ол сондай болады. Сен не домработницасы ма не, сол үйге барып жұмыс істей беретін? Не әйел емессің? Кімсің сен сонда? Ты өзіңе қиял құрып ағасың, мен күйеуге шығам деп. Алла біледі. Алмай қойса сен ол саған гарантия берді ме алам деп? Алла біледі оны. Алмай қою мүмкін, ертең басқа біреуді ғашық көріп қалса, сен дейді ұшасың кетесің болды. Не сөз ол? Жаным, қой алтыным, барма. Айт, баруға болмайды. Мен айта бер, мені крайне қыла бер. Нұрлан имам айтты, баруға болмайды деп айтты. Мені некелетіп, неке қып, той қып, адам сияқты үйіңе кіргіз, содан кейін сол үйден шықпай жұмыс істеймін де. Сенің үйіңнің полный отынан кірем, күлінен шығам де.
газовый колонкадан кірем де, о, неден бірақ шығам де. Босағадан де. Болды сол. Мақырға дым сұрамаса бола ма? Болады, ол сенің праваң. Мысық асыраушы едік. Орыс көршілер қайта жалып жасап, басқа жаққа апарып тастадым. Түк етпей ме дейді. Жоқ. Тамақ бар жерге апарсаң болды, өліп қалмасын. Ажырасып кетсе, заңды түрде, басқа талақ айтпаса, күйеу ол қалай болады, неке бұзылады ма? Бұзылады, салтанат. Егер сот бұзған болса, неке бұзылады. Талақ бермей заң бойынша айттық қой, бұзылады. Бірінші некемде бала болмады. Менде екінші жолдасың ол қызы бар дейді. Жақсы, бақытты болыңыз. Сол енді қазақшылықпен атын айта берейік, ода тұрған ештеңке жоқ. Өгей бала дейді. Өгей балада тұрған ештеңке жоқ. Сол балаларға ана болып беріңіз, сол жарыңыздың жары болып беріңіз. Жақсы нәрсе, ода тұрған ештеңке жоқ. Аға, мен Англияға барып істесем бола ма? Болады, жаным. Бірақ ақылдасыңыз. Үлкендермен Махамбет ауданына, аудандық әкімшілікке айтсаңыздар шақырады.